Біздің видеода көрсетілген тәжірибе, біз физика сабағында Ньютон маятнигін құрастырып, оның жұмыс принципін тәжірибе арқылы түсіндірдік. Бұл маятник денелер соқтығысқан кезде импульстың және энергияның сақталу заңдарын көрсететін құрылғы. Маятниктің жоғары бөлігіне бірдей ұзындықтағы жіптер ілініп, төменгі ұштарында бірдей салмақтағы шарлар бекітілді. Шарлардың бірін шетке шығарып жіберіп қалдырғанда, соқтығыс арқылы энергияны келесі шарларға береді. Нәтижесінде қарама-қарсы жақтағы шар тербеледі. Бұл импульстың сақталуы, энергияның сақталуы және Ньютонның үшінші заңының айқын мысалы. Біздің макетте қолданған өлшемдер: шариктердің салмағы 30 грамм, жіптің ұзындығы 50 см, шар саны 7, құрылым материалы ағаш таяқшалары мен желім, яғни клей. Шарды берік ұстап тұру үшін 50 см жіпті 3 қабаттадық. Шарлардың тең тербелуіне мүмкіндік береді. Біздің жасаған маятник тәжірибесі Ньютонның үшінші заңын нақты көрсетті. Осы тәжірибе арқылы күштердің өзара әсерлесуін, жаңа энергияның берілуін көзбен көріп түсіндік.